Қайырлы күн, қалайсыздар? Гарри Поттердің үйіне келдік, короче. Гарри Поттердің үйіне не үшін келдік? Ондай жерге не үшін келдім десеңіздер, білесіздер, Зухра мен Бота шулатып жатыр ғой. Открытиясы брендке дейді. Не бренд екен білмейміз, енді қазір көреміз. Сол үшін осындай жерге келдік. Ерекше екен, мына жерің бар ғой. Қызық болайын деп тұр, короче. Келдік, аман есен. Қайырлы күн, қалайсыздар? Ал біз енді образымыз осындай, примерно қазір пост салам көрсетемін. Кеше айттым ғой, 5 жерге барамыз десем, мен кешке болады деп жүрмін, кешке емес екен ғой, қазір күндіз екен ғой. Қазір кешеге бара жатырмыз, үйден айтер шыққан сар 12-ге ұйықтады ғой, ойлаңыздаршы. Міне, бұл енді дресс-кодқа керек емес деп ойлаймын сарға, иә, дресс-код. Ойнайды бұл итакта. Қазір бензин құюға тоқтадық, Звасарда қап-қара киініп алды. Ой, қолымда перчатка бар, не істемей тұрмын. Міне Звасар. Тоже осындай хуртышка болып. Крутой болып кетіп бара жатырмыз деп па. Қап-қара образдамыз. Сол қыздармен бөлісіп отырамын. Бізбен бірге болыңыздар. Қараңыздаршы, қандай әдемі атмосфера. Стиль Гэтсби. Кстати, Гэтсби деген это молодой мужчина, который был каким-то мошенником, но против богатых мошенников. Ал менің бетімде енді проблема болған білесіздер барлықтарыңыз. Қаншама косметологқа да бардым, қаншама уходтарды да жасадым, иә. Содан кейін ойлай келе бізде әйелдер қауымы өте көп, сондықтан уходовый косметика шығарайық деп ойладық. Бүгін бізде Ливораның ішінде осы Бикеш біздің уходовый косметикамыз ішінде сары суы бар, нәрлендіретін пенкасы бар және кремі бар. Бұл басқа косметикамен салыстыруға мүлде келмейді, өйткені біз бұған жүрегіміздің прям андай қалай айтсам екен, жүрегімізден шыққан туынды бұл. Өте жақсы көріп, қызық. Ендеше сыйлықты алуға ханым берсеңіздер, арнайы жаңа коллекцияның косметикасын сізге табыстайтын боламыз. Ал? Жоқ, келіншегіңізге бересіз аға. Бол. Келіншеге бір қошемет ұрып қойыңыз, сіз үшін косметика ұрып. Қазір сізге табыстайтын болады. Тез өттерсеңдер қыздар. Қойбастар алысқа қошеметтеріңіз сыйлығымыз құтты болсын. Құтты кеше тағы да сыйлықтар болады. Бір сыйлықты табыстап берсеңіз болады. Естелікке, суретке түсіп алсаңыз. Қалайсыздар достар, ассалаумағалейкум. Келіншегім екеуміз үшін бүгін келіншегім жан-жақты көрмей, сәл бүйтіп қатты да. Жан-жаққа шығып, күшті болып жатыр. Сол киім алуға келдік. Кешкісін тойға барамыз. Жұмыс көп, тірлік көп бүгінге. Салонға барады, ары бері дегендей. Аман болыңыздар. Давайте.